Кейбір қазақтар Абайдың өзі орысша сөйле деп айтқан, сондықтан орысша сөйлеу керек деп жүр. Бұл жалпы орыс тілді қазақтардың өз әрекеттерін ақтау үшін Абайды алға тартып қолданатын уәжі. Себебі олар қазақтың Абайдың сөзін аттап кетпейтінін біледі, Абай айтқан қазақ үшін заң екенін де біледі. Ол Абайдың өзі солай деп тұр, енді не істейсің, біздікі жөн деп отыра береді. Енді Абайдың солай деп айтқан рас па? Соған келейік. Хакімнің олай деп айтқаны рас. 25-ші қара сөзінде орысша оқу керек. Хикметте, малда, өнерде, ғылымда бәрі орыста дейді. Шын айтады, Абай заманында жаңа айтқан ғылымда, өнерде барлығы орыс тілі арқылы келді. Бізге басқа істердің барлығы жабық еді. Көзімізді ашып көргеніміз, аузымызды ашып сүйгеніміз орыс еді ғой. Ал қазірше заман басқа, адам басқа. Бізге бүкіл әлем есік ашылды. Алыс жақындады, жолдар қысқарды. Қалаған жерге барып, қалаған дүниені көріп, оқып үйреніп аламыз. Құдайшылығын айтайыншы, егер Абай дәл бүгін болғанда тек орыс деп емес, оның орнына басқа әлем тілдерін, соның ішінде ағылшын тілін үйреніңдер, барлық ғылым білім осы тілде деп айтар еді. Ендеше бүгінгі күнді Абай заманымен өлшеп, жаңағы сөзге кенедей жабысып алып, Абай айтқан орысша үйрен деп отыру ол таза ақымақтық. Абайды сондай жақсы тыңдайды екенсің. Абай орыстың тілін білмек керек дегенде, қазақтың тілін ұмытып, қазақылықты жек көріп, қазақ болудан қашып кет деп айтты ма? Айтқан жоқ қой. Енді не сөз? Абайды оқиды екен, жаңағы 25-ші қара сөзде орыс тілін үйрен, бәрі осында, бірақ зарарынан қашық болу, пайдасына ортақ болу үшін үйрен дейді. Зарар деп отырған жаманшылығы, яғни жаманшылығын алма, тек өзіңе керегіңді алу үшін ғана үйрен деп отыр. Тілін үйрен дегенде өз тіліңді ұмытып қал демейді. Тіл үйренген қашанда жақсы. Бір тілді артық білсең, бір есік артық ашылады саған. Көп тіл білсең, мүмкіншілігің де көп болады. Бірақ басқа тіл үйрендім екен деп, сол басқаның жетегінде кетіп, өзіңнің шыққан тегіңнен қашып, сол тегіңді жамандап жүрсең, сені ешкімде жақсы демейді. Керісінше жек көріп тұрады. Себебі сен өзіңді жамандап отырсың. Сен қазақшылықтан кетемін десең де кете алмайсың. Басқа болайын десең де, тілің ұқсағанмен, андағы түрің ұқсай қоя ма? Түрің айқайлап тұр ғой, қазақпын деп. Ендеше қазақ болып қала берсеңдерші. Сіздермен болған Нұрдәулет Есеғазы, қазақ мінезі.